Қайырлы күн баршаңызға достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма бірінші болып шыққан жаңа видеоларды бірінші болып көру үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте дәмді пахлаваның оңай жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге ұн, сары май, жұмыртқаның 3 сарыуызы, қопсытқыш және қаймақ қажет болады. Алдымен қаймақтың үстіне қопсытқышты қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Қаймақ бізде 20%-ды. Қопсытқышты ұнға қосуға да болады. Осылай барлығын жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымыздың үстінен бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосамыз. Ұнымыз бен майымызды қолымызбен осылай жақсылап араластырамыз. Яғни крошка дайындап алатын боламыз. Ұнымыздың ішінде май түйіршіктері қалып қалмау керек. Жақсылап барлығын үгітіп дайындап аламыз. Егер майларыңыз қатты болса, үкіштен өткізіп алсаңыздар да болады. Яғни морозилкадан шыққан май болса, үкіштен өткізіп дайындап алсаңыздар болады. Дәл осылай дайындап аламыз. Ортасын ашып, осылай 3 жұмыртқаның сарыуызын саламыз. Оның үстінен қаймағымызды қосатын боламыз. Барлығын бірге қосып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Артық ештеңе қосудың қажеті жоқ. Видеода көріп тұрғандарыңыздай шетін жинап, осылай ақырындап қамыр илейтін боламыз. Барлығын осылай бір қалыпты қамыр болғанша толық илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, 30 минутқа тоңазытқышқа қалдырамыз. Сол аралықта салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қант, грек жаңғағы, жұмыртқаның ағы, оформлениеге, яғни әрлеуге осындай грек жаңғағы және бал қажет болады. Біз алдын ала грек жаңғақтарын барлығын суға салып қойып, суы тазарғанша толық жуып және кептіріп алдық. Енді осылай блендердің ыдысына салып, толықтай езіп алатын боламыз. Біз 2 бөлікке бөліп салдық. Осылай бірінші бөлігін толық еземіз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай толық езіп алдық. Енді ыдысымызға саламыз. Бір ыдысқа салып дайындап қоямыз. Екінші бөлігінде дәл солай толықтай еземіз. Барлығын езіп дайындап болған соң ыдысымызға саламыз. Міне екінші бөлігі де дайын болды. Міне оны да ыдысымызға салдық. Үстінен қантымызды қосамыз. Жақсылап жаңғақ пен қантты бірге араластыратын боламыз. Міне толықтай барлығын астын үстіне, үстін астына араластыра отырып, осылай толықтай араластырып дайындап аламыз. Араластырып болған соң үстінен жұмыртқаның ағын қосамыз. Енді тағы да бір қалыпты масса болғанша толықтай барлығын араластырамыз. Достар, видеоның соңына дейін көріп, осы видеомен жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Міне біздің салмамыз дайын болды. Енді тоңазытқыштан 30 минут тұрған қамырымызды алып, осылай 3 бөлікке бөлетін боламыз. Бір бөлігін сәл үлкенде қылып бөлесіздер, 2 бөлігін бірдей қылып бөлсеңіздер болады. Мен көз мөлшерімен бөлдім. Қаласаңыздар таразымен бөлсеңіздер де болады. Қолымызбен видеода көріп тұрғандарыңыздай дөңгелектейміз. Қамырымызды осылай дөңгелек формаға келтіріп аламыз. 2 бөлігін пакетке салып, аузын жауып, тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Енді бір бөлігін, осы ең үлкен бөлігін алып, сәл ұн сеуіп осылай жаямыз. Қамырымыз жұмсақ, өте тез әдемі жайылады. Орташа қалыңдықта жаямыз. Дайын болған қамырымызды диаметрі 24 сантиметрлік формаға осылай орналастырамыз. Біздің формамыздың диаметрі 24 сантиметрге келеді, биіктігі 3 сантиметр көлемінде болады. Осылай шет-шеттерінің барлығын жақсылап әдемілеп жабыстырып шығатын боламыз. Қамырымыз форманың сыртына шығып кетпеуін қадағалаңыздар. Осылай шет-шеттеріне барлығына бірдей қылып орналастырып шығамыз. Енді салмасын 2-ге бөліп, бір бөлігін осылай қасықтың көмегімен салып, үстінен толық жайып шығатын боламыз. Міне барлығына толық жайып дайындап алдық. Енді қамырымыздың екінші бөлігін жаямыз. Сәл ұн сеуіп осылай жасаңыздар болады. Қамырымыздың құрамында май болғандықтан қамырымыз өте тез жайылады. Міне дайындап алдық. Енді оны салмамыздың үстінен орналастырамыз. Шет-шеттерін әдемілеп ақырындап қана осылай жабыстырып қоямыз. Оның үстінен қалған салмамызды осылай саламыз. Барлығын салып, толық барлық жеріне жеткілікті мөлшерде жайып шығатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай барлығын шет-шетіне жеткізіп, барлығын осылай жайып алдық. Енді үшінші бөлік қамырымызды дәл солай орташа көлемде жаятын боламыз. Оны да дәл жаңағыдай қылып, орташа көлемде жайып, салмасының үстіне орналастырамыз. Шет-шеттерін әдемілеп, барлығын бір қалыпты қылып жабыстырып шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қолымызбен осылай әдемілеп шет-шеттерінің формасын келтіріп, барлығын жабыстырамыз. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай пышақтың көмегімен осылай үстіңгі қабатын кесеміз.
Бетін осылай кесіп аламыз. Барлығын кесіп дайындап болған соң үстіне бір жұмыртқаның сарыуызымен бір ас қасық сүт қосып жақсылап араластырып, бетінен толық жағатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын асықпай осылай көрсетіп жатырмын. Түсінікті болу үшін толық бетіне сарыуызымен сүтті араластырып жағып шығатын боламыз. Шет-шеттеріне де жағуды ұмытпаймыз. Міне біз толық жағып болдық. Енді алдын ала жуып, кептірген грек жаңғақтарын осылай әдемілеп қойып шығамыз. Үстінен сәл басып қоясыздар. Барлығын осылай әрлеп, яғни оформление жасап қоямыз. Алдын ала 170 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минутта пісіретін боламыз. Біз конвекция режимінде пісірдік. Еш уайымдамаңыздар, егер конвекция болмаса, қарапайым пеште асты-үстін қосып пісіре берсеңіздер де болады. Әркімнің пешінің пісу деңгейі әртүрлі, сондықтан күйіп кетпесін қарап тұрыңыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің пахлавамыз 25 минутта пісіп шықты. Қараңыздар, қандай әдемі болып пісті. Пахлавамыз ыстық күйінде осылай пышақтың көмегімен кесетін боламыз. Үстіне сироп құйған кезде жақсы сіңу үшін осылай пышақпен толық кесіп шығамыз. Барлығын кесіп болған соң сиробымызды дайындаймыз. Енді сироп дайындау үшін бізге ыстық қайнаған су қажет. Бал қажет. Осы балды ыстық судың үстінен қосамыз. Жақсылап екеуін араластырамыз. Дайын болған сиробымызды ыстық пахлаваның үстінен осылай құятын боламыз. Қорықпай құя беріңіздер, орталарына сіңуі қажет. Осылай барлығын құйып болған соң кисточканың көмегімен тағы да үстінен жағып шығатын боламыз. Қызып тұрған пеште 170 градуста 4-5 минут тағы да қыздырып пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің пахлавамыз дайын болды. Қараңыздар, өте әдемі болып пісіп шықты. Міндетті түрде толық суытып барып кесеміз. Толық суған соң осылай әдемілеп кесіп алатын боламыз. Өте дәмді, салмасы мол, жасалу жолы оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы видеоға қарап отырып жасасаңыздар, бір жасағаннан-ақ шығады. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.